Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен осындай ОБТ-да келіп қалуы мүмкін бір керемет есеп шығаратын боламыз. Теңсіздікке байланысты алып бастап көрейік. Мынау енді 8-дің x дәрежесі, дұрыс қой? Азайтылған. Мынау түбір астында 16-ның x дәрежесі болғанның түбірден қазір 4-дің x дәрежесі шығады. Дұрыс па оқушылар? Өйткені 16 деп отқан ол 4-дің квадраты ғой. Ал 4-дің квадратының x дәрежесі деп отқаным ол 4-дің түбірден 4-дің x дәрежесі деп шығады. Так, ол кіші немесе тең 12 азайтылған. Енді мына 3 дәрежелі түбір астында 8-дің x плюс 2 дәрежесі ол қалай? Мен мысалы түбір астында 3 дәрежелі түбір астында 8 десем, одан 2 шығады, дұрыс қой? Демек мына 8-дің x плюс 2 дәрежесі десем, одан 2-ның x плюс 2 дәрежесі шығады ғой. Демек азайтылған 2-ның x плюс 2 дәрежесі. Так, бұл 8-дің x дәрежесі азайтылған 4-дің x дәрежесі, ол кішінеместен 12 азайтылған 2-ның x плюс 2 дәрежесін бетсем бола ма? 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 2-ның x дәрежесі. Өткен мұна x пен 2-ні қосатын болсаң, x плюс 2-ні береді, дұрыс қой? Так, сонда бұл 8-дің x дәрежесі азайтылған 4-дің x дәрежесі, ол кіші немесе тең 12 азайтылған 4 көбейтілген 2-ның x дәрежесі. Енді оқша көрініп тұру жаңа айнымалы екендігі бәрі 2-ның x дәрежесіне, 2-ның x дәрежесіне, 2-ның x дәрежесіне кеп тұр. Так, енді қарайық. Мына 8-дің x дәрежесі бұтқанның 2-ның, 8 деген 2-ның кубы, артына x кететін болсақ, 2-ның 3x дәрежесі. Азайтылған 4 деген 2-ның 2 дәрежесі, артына x кезең 2-ның 2x дәрежесі. Ол кіші немесе тең 12 азайтылған 4 көбейтілген 2-ның x дәрежесі. Так, бұның барлығын сол жаққа жіберетін болсақ, 2-ның 3x дәрежесі азайтылған 2-ның 2x дәрежесі. Мынау плюс болып өтеді, минус 4 2x деген ол. Сонда плюс 4 көбейтілген 2-ның x-і, ал мына 12-ні яққа минус болып өтеді, ол минус 12 кіші немесе тең 0-ден екен. Так, енді жаңа айнымалы енгізіп көрейін, оқушылар. 2-ның x дәрежесін a деп енгізетін болсақ, мына жаңа айнымалыны, сонда мынау 2-ның 3x деп отқаным ол a-ның 3-і, a-ның кубы, мынау a-ның квадраты, қосылған 4a минус 12 кіші немесе тең 0-ден екен. Дұрыс па, оқушылар? Енді мынау кәдімгі тең 0 деген сияқтап шығарыңыздаршы, мынаны қараңыздаршы. Тең 0 деп шығарайық, а куб минус a-ның квадраты плюс 4a минус 12 кәдімгі тең 0 деген қалай шығарамыз, оқушылар? Мына кубтық теңдеуді қалай шығарамыз? Оны былай шығарамыз ғой. Мына соңғы 12-ге қараймын да, осыған бөлінетін сандарды беріп көрейін x-тің орнына. a-ның орнына ше. Так, a-ға 1 берсең болмайды, минус 1 берсең, так, 0-ге тең бола алмай қалады. 2-ні берсек, так, 2 куб 8 азайтылған 4 ол 4, 4-ке 8 қосасың 12. Дұрыс, оқушылар. a тең қанша екен? a тең 2 болады екен. Яғни a-ның орнына 2-ні қойсам болады, дұрыс па? Енді мына 2-ні яққа минус қойып жіберетін болсам, a минус 2 тең 0 болады. Демек, мына бір көп мүшемді a минус 2-ге бөлсем болады екен, оқушылар. Дұрыс қой? Так. Былай қарай жылып қойын, Так, енді қараңыздар, мынаны қалай бөлем, оқушылар? a-ның кубын бөлетін болсам, a-ға ол a квадрат болады. Демек, азайтылған a-ның кубы минус 2a квадрат. Мына a-ның кубы мен a-ның кубы қысқарады да, минус a квадратқа минус 2a квадрат деген ол плюс 2a квадрат, ол a квадрат болады. Плюс 4a минус 12. Так, бұған a-дан бересің. Сонда азайтылған a-ның квадраты минус 2a. Ол деп отқан кетет 4a минус 2a. Ол деп отқан 6 болып кетеді. 6 минус 12. Оған енді плюс 6-тан бересің. Ол азайтылған 6a минус 12 болады, тең 0 болады екен. Сонда мына бір нәрсені, мына бір көп мүшені бүйтіп алсам бола ма? a минус 2 көбейтілген a квадрат плюс a плюс 6 десем. a минус 2 көбейтілген a квадрат плюс a плюс 6 деймін. Сонда ол кішінеместен 0-ден, мына жерден a тең 2 шығады, ал мына жерден дискриминанты екіншісін 0-ден кіші, демек бұдан шықпайды екен. Демек тек қана a тең 2 ғой менде бары. Ал a тең 2 деп отқан a деген ол 2-ның x дәрежесі тең 2. Демек x тең 1 болады. Оны сандар өзіне жасатын болсақ 1-ді. Нүкте боялама, таңба нымдап тұр, боялады нүкте. Так, нүкте боялады. Біз плюстен бастаймыз. Плюс, минус бізге керегі кіші 0-ден ғой. Демек біз минусын бойды екеміз. Сонда x-тің жауабы минус шексіздіктен 1-ге дейін болады екен, оқушылар. Есеп ұнады деген ойдан. Онда оқушылар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Көп рахмет.